Мен Абай облысы, Көпөкті ауданы, Көпөкті ауылы Балерке бөбекжай балабақшасының педагог-психологы Жұмагазина Диана Сайтхановна, сіздердің назарларыңызға суреттер арқылы балалардың сөйлеу дағдысын қалыптастыру тақырыбында авторлық бағдарламамды ұсынамын. Бұл бағдарламаны әзірлеудегі басты мақсатым мектепке дейінгі жастағы балалардың сөйлеу тілін дамыту, сөздік қорын байыту және өз ойын еркін, жүйелі жеткізе алатын тұлға қалыптастыруға ықпал ету. Қазіргі мектепке дейінгі білім беру тәжірибесінде балалар арасында сөздік қорының шектеулігі, сөйлемді дұрыс құрай алмау, ойын жүйелі жеткізе алмау, қарым-қатынасқа түсу барысында тұйықтық пен сенімсіздік жиі кездеседі. Сөйлеу тілінің жеткіліксіз дамуы балалардың тек тілдік емес, сонымен қатар психоэмоциялық, танымдық дамуына да кері әсер етеді. Осы өзекті мәселелер мені аталмыш авторлық бағдарламаны жасауға жетеледі. Бағдарлама психологиялық, педагогикалық түзету дамыту бағытына негізделген және мектепке дейінгі жастағы балалармен жеке, шағын топтық жұмыс форматында қолдануға арналған. Мұнда сөйлеу тілін дамыту суреттер арқылы жүзеге асырылады. Себебі суреттер бала үшін ең түсінікті, ең жақын және ең табиғи қабылдау құралы. Бағдарламаның басты жаңалығы суреттерді тек көрнекілік ретінде емес, баланың ойлауын, қиялын және сөйлеуін дамытатын негізгі психологиялық құрал ретінде жүйелі қолдануда. Сабақ барысында заттық, сюжеттік, реттік, қиялды дамытуға және болжауға арналған суреттер пайдаланылады. Әр тапсырма баланың жас ерекшелігіне, сөйлеу деңгейіне және психологиялық жай-күйіне сай ұйымдастырылады. Бағдарлама ғылыми тұрғыда Выготскийдің жақын даму аймағы теориясына, Леонтьевтің сөйлеу әрекеті теориясына және Ильконниннің ойын арқылы дамыту тұжырымдамасына негізделген. Бұл теориялар баланың сөйлеуі мен ойлауының өзара тығыз байланысын дәлелдейді және бағдарламаның әдіснамалық негізін құрайды. Сабақ барысында балалар сурет бойынша заттарды атайды, олардың қасиеттерін сипаттайды, іс-әрекеттерді сөзбен жеткізеді, бірнеше сурет арқылы тұтас оқиға құрастырады. Уақыт өте келе балалар қарапайым сөйлемдерден толыққанды әңгіме құрауға көшеді. Бұл үдеріс қарапайымнан күрделіге қарай қағидасы негізінде жүзеге асады. Бағдарламаның нәтижелігі кешенді диагностика арқылы бағаланады. Алдымен бастапқы диагностика жүргізіліп, баланың сөйлеу деңгейі анықталады. Бағдарлама ортасында аралық бақылау жүргізіліп, даму динамикасы қадағаланады. Қорытынды кезеңде бастапқы және соңғы нәтижелер салыстырылып, бағдарламаның тиімділігі айқындалады. Практика көрсеткенде, бағдарлама нәтижесінде балалардың сөздік қоры артады, сөйлем құрау сапасы жақсарады, байланыстырып сөйлеу дағдысы қалыптасады және ең бастысы балалар өз ойын еркін айтуға, қарым-қатынасқа белсенді қатысуға үйренеді. Сонымен қатар, балалардың өзіне деген сенімі артып, эмоционалдық еркіндігі байқалады. Қорытындылай келе, сурет баланың тіліне апаратын алғашқы көпір деп айтуға болады. Әрбір сурет арқылы бала тек сөзін үйреніп қана қоймайды. Ол өз ойын, сезімін және ішкі әлемін жеткізуге мүмкіндік алады. Осы авторлық бағдарлама педагог-психологтардың тәжірибесіне тиімді қолданып, мектепке дейінгі жастағы балалардың сөйлеу және тұлғалық дамуына нақты үлес қосады деп сенемін.